Шүлдалы ауылының тұрғыны Батырана 93 жылы 6 баламен жесір қалғанмен жетімдер үйінен 15 баланы бауырына басқан. Тағдырдың тауқыметін талай тартқан ол, әр баласын жетектеп мектепке тасып, жоғары оқу орындарына түсірген. Одан қалды ұлды ұяға, қызды қияға қондырған. Балаларының алды 50-де, ең кішісі 11 айлық бүлдіршін. Жасы 70-ке таяған жан, балаларды өзімдікі, өгейдікі деп ешқашан бөліп жарған емеспін дейді. 5 баланы әуелі екеуін, содан кейін біреуін, содан кейін үшеуін қатар алдым. Ол соңғысы егіз қылып алдым. Егіз екеуі ажыратпадық, солай алдық. Негізі 5 алу керек еді, біз 6 алдық. Біз кішкентай балдырған, қылығымен тандырған, біздің ортақ көңілді оты үрлеп жандырған. 21 баланың 15-і оқушы, кілең үздіктер. Әрқайсысының ұлты өзге болғанмен, ұлттық тұрғыда қазақи тәлім-тәрбие бердім дейді анасы. Сондай-ақ жыл сайын маусым бойы мұғалімдер оларға үйге келіп ағылшын тілінен сабақ береді. Сапура Ержанованың балаларының арасында ерекшесі Елдос. Ол сал ауруына бала кезінде шалдыққан. Жақында 9-шы сыныпты тамамдады. Бірақ дене бітімі дұрыс дамымағандықтан бойы өспей, аяқ қолы әрең қимылдауда. Бұл аурудың емі жоқ. Алайда жасөспірімнің өмірін ұзартуға медицина жағына мүмкіндіктер бар. Бірақ қаражат қол байлаушылық болып тұр дейді анасы. Бір жыл емдетсеңдер, 5-6 жыл өмірі созылады дейді. Бұл бұлшығы солып атыр дейді, сондай ауру дейді. Осы жердің доғдырлары айтқанда да сенімсіздік жасап, осы елдің бәрі қитетсе Бишкекке барады, Бишкекке де апардым. Бишкектің де берген диагнозы сол болды. Қиын өмірі, бірақ мүгедектер интернатына бармайым дейді. Оған өзімізде қимаймыз. Уже қанша жыл, 9 жыл қолымызда балаларға шейін қимай атыр. О жерде ешкім қарамайды деп құйтайына шейін айтады. Бармай-ақ қойсыншы деп. Бүгінде республикада 188 балалар үйі жұмыс істейді. Ал соңғы 3 жылда елімізде 20 балалар үйі жабылған. 2000-нен астам отбасы бала асырауда кезекте тұр. Жалпы республикада 33 мың жетім баланың 23 мыңы жаңа отбасылардың қамқорлығында тәрбиеленуде. Дәстүрлі қазақ қоғамда ұрпақтар жалғастығы үзілмесін деген ниетпен бала асырап және оған қамқорлық көрсетіп жүрген Сапура Ержанованың ұлы Артур Ержанов та бүгінде балалар үйінен 4 жеткіншекті бауырына басқан. Үлкен әулет ортақ 28 баланы тәрбиелеп отқан жайы бар. Ақбота Қайнар, Ермек Кемшінбек, 7-7 News.